Сәлем достар, Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қатпарлы нан қаттаманың рецебімен бөлісетін боламын. Салмасына ет қосылған және салмасыз етіп екі түрін духовкада пісіретін боламын. Дәмі қытырлап өте керемет болып шығады және оңай дайындалады. Сіздер де менімен бірге болып дайындап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр илеп аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышпен тұзды салып араластырып аламыз. Оның үстіне қаймақ пен жұмыртқаны 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Және жылы суды аз-аздан ұнның үстіне құйып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп алып, жылы жерге 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Он минуттан соң иін қандырып, тағы бір қайырып алуымыз керек. Қайтадан 10 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада салмасын дайындап қоямыз. Мен фаршты қуырып алдым. Оның үстіне пияз бен тұз, бұрыш салып араластырамыз. Қамырымызды әбден тындырып алдық. Асты үстіне ұнды сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Рецептің барлық құрамы мен мөлшерін сипаттама бөлімінен таба аласыздар. Қалауларыңызша көбейтіп жасай аласыздар. Бетін жауып, тағы 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырды жаюға ыңғайлап, осылай күлшелеп алып, жаюды бастаймыз. Міне қамырды шұқалап жайып алдым. Енді үстіне еріген сары майды барлық жеріне толықтай жағып шығамыз. Одан кейін дайын салмасын саламыз. Осылай рулет қылып орап салқын жерге 10 минуттай қойып аламыз. Сыртынан пакетке орап алып қоямыз. Екінші күлшені де жұқа етіп жайып, майын жағып, салмасыз өзін ғана осылай ораймыз. Рулет қылып орап, бұны да салқын жерге қойып аламыз. Енді мұздатқыштағы дайын салмасы бар рулет қамырымызды алып, оқтаумен аздап жайып аламыз. Табаға салып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Қалауымыз бойынша күнжіт себеміз. Қызып тұрған пешке салып, 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне салмасы бар қаттаманы пісіріп алдық. Енді салмасы жоқ қамырды осылай оқтаумен жайып, бұны да табаға салып, бетіне жұмыртқасын жағып, күнжітін сеуіп, пешке жібереміз. Жаңа айтқандай, бетіне жұмыртқа жағамыз. Екінші рет бұны да 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей духовкада піскен қатпарлы қаттама нандарымыз дайын болды. Енді арасын үзіп көретін болсақ, міне көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы болып шықты. Салмасы болмаса да жұмсақ, ауызға салсаң ерейтіндей, тәбетіңді ашып жіберетіндей болып тұр. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдағы уақытта тағы да керемет видео рецепттер шығатын болады. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде жаңа видеоны бірінші болып көресіз. Енді салмасы бар қаттаманы бөліп көрейік. Міне көрдіңіз бе, қандай керемет. Арасында еттен салмасы бар
қатпарлы әрі қытырлақ. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер. Мен сіздерге қаттаманың 2 түрін жасап көрсеттім. Видео рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және поделиться сілтемесін басып достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр, бәріңізге сәттілік.